Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым, ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай екі түрлі матадан әдемі құрақ құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Құрағымызға қажетті маталар мен өлшемдер: көлемі 7x7 болатын сары матамыздан 7 штук, көлемі 7x7 болатын жасыл матамыздан 7 штук, және де көлемі 8x8 болатын сары матамыздан 13 штук, және де көлемі 8x8 болатын жасыл матамыздан 13 штук керек болады. Енді құрағымызға қажетті мата бөлшектерін дайындайтын боламыз. Ол үшін көлемі 8x8 жасыл және сары матамызды бір-біріне беттестіріп, ортасын осылай сызып, қарама-қарсы бұрыштары арқылы, және де осы сызықтың екі жағына екі тігіс түсіретін боламыз. Барлығын солай жасап шығатын боламыз. Бұл құрақтың көлемін, яғни өлшем бірліктерін өздеріңіз үлкейтіп немесе кішірейтіп тіксеңіздер болады. Менің жағдайыма өзіме қажетті өлшем бірліктері осылар. Және де маталарыңыздың, яғни сандарын көбейтіп немесе азайтып тіксеңіздер де болады. Үлкен көрпе тігетін болсаңыздар, сандарын өздеріңізге қажетті көлемге көбейтесіздер, яғни 20 штук, 30 штуктан қылып тіге бересіздер. Менің жағдайымда осы шамалы ғана мата қажет болды. Екі жағына екі тігіс түсіріп болғаннан кейін ортасындағы сызық арқылы қайшымен қиып тастаймыз. Яғни екіге бөлеміз. Сол кезде осындай төрт бұрыштылар шығатын болады. Мінекей біздің мата бөлшектеріміз дайын болды. Енді осыларды орналастыратын боламыз. Видеоны мұқият қараңыздар, барлығы түсінікті көрсетілген. Асықпай видеоны қарап шығыңыздар. Мінекей барлығын орналастырып алдық. Енді осыларды біріктіру жолын сіздерге көрсететін боламын. Менің жағдайымда шатаспай қалай біріктіретінімді қарап отырыңыздар. Осылай барлығын бір-біріне қоямыз. Бірінші рет пен екінші ретті. Енді осыларды
тігіп шығамыз бірінші. Мінекей, бірінші ряд пен екінші рядты тігіп алдық. Енді үшінші рядтың маталарын төменнен бастап аламыз. Яғни жаңа тіккенімізді төмен жағынан бастап қайтадан тігетін боламыз. Мінекей, осылай тігіп шығамыз. Бірінші ряд пен екінші рядты тіккеннен кейін басқы бөлігін төмен қарай жібереміз. Төменгі бөлігін басқа қарай жібереміз. Сосын барып тігетін боламыз. Яғни айналдырып тігеміз. Осылай барлығын үзбей тігіп шығамыз. Сосын осылар лента болып шыққаннан кейін осылардың ортасын біріктіріп тігіп шығатын боламыз. Мінекей, лента тәрізді болып шықты. Енді осылардың ортасын біріктіріп тігіп шығатын боламыз. Құрағымызды тігіп болғаннан кейін тігістерін өтекпен бастырып өтектеп шығатын боламыз. Мінекей, біздің құрағымыз дайын болды. Өте әдемі, ерекше құрақ, екі түрлі матадан көзге бірден түсетін әдемі құрақ шықты. Мінекей, өте әдемі, өзіме қатты ұнады, сіздерге де ұнады деп ойлаймын. Егер де менің құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушадағы все деген батырманы басуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.